Сіздің басыңыз жиі ауыратын болса, басыңызды МРТ-ға түсіру қажет пе? Бас аурудың ең жиі кездесетін түрлері кернеулік бас ауру және бас сақинасы. Бірақ бұл екі диагноз кезінде де МРТ таза шығады. Не үшін? Өйткені бұл диагноздар кезінде мидың тіндерінде ешқандай өзгерістер болмайды. Ал егер сіздің миыңызда белгілі бір өзгеріс болатын болса, ол сіздің түр әлпетіңізде, жүріс-тұрысыңызда көрініп тұрады. Яғни мидың каждый клеткасы өзінің жұмысын атқарады. Белгілі бір клеткасында, мысалы, образование болды ма, немесе сол жерде қан құйылып тұр ма, онда ол сразу сіздің жүріс-тұрысыңызға көрінеді. Оны очаговая симптоматика дейді. Егер ондай симптоматика жоқ болатын болса, МРТ-ға түсірудің қажеті жоқ. Яғни сіз алдымен невропатологқа барасыз. Невропатолог сізді полностью қарайды. Егер очаговая симптоматика жоқ болатын болса, сізге диагноз қойып, назначение береді. Яғни бас аурудың барлық кезінде МРТ түсірудің қажеті жоқ. Көп жағдайларда МРТ таза шығады. Ал егер сізде очаговая симптоматика болатын болса, онда дәрігер сізді өзі МРТ-ға жіберетін болады.